Сәлеметсіздер ме ұстаздар? Бүгін сіздермен Google Jamboard тақтасымен жұмыс жасауды қарастыратын боламыз. Ол үшін Google браузерді аша отырып, Google аккаунтыңыздың жанындағы мына 9 нүктені таңдап, Google өнімдерінің ішіндегі Jamboard деген онлайн тақтамен жұмыс жасаймыз. Бүгін менде интернет өте жай жұмыс жасап тұр, сондықтан кешігулер болып жатса, кешірім сұраймын. Неге осындай бетше ашылады? Сіз жаңадан тақта ашатын болсаңыз, плюсик дегенді басасыз. Плюсикті басу арқылы біз жаңадан тақтада жұмыс жасауды жүргізетін боламыз. Бұл Jamboard онлайн тақтасының ең тиімді жері. Сіз оқушыға сілтемемен осы тақтаны жібере алатын боласыз. Оқушы сізге кері байланыс бере алады. Және бұл тегін болып келеді, ешқандай ақша төлемейсіз. Тегін дүние, сондықтан қорықпай пайдалана беруіңізге болады. Мына жерде жұмыс жасайтын барлық құралдары осы жерде орналасқан. WebRich фон деп, мына ақ фон ұнамаса сізге, ендеше сіз WebRich фон дегенді таңдау арқылы өзіңіз фон таңдауға болады. Нүктелермен, сызықпен, тор көзбен, немесе қоңыр түсті тор көзбен мынандай фондарды таңдауыңызға болады. Немесе бұл фондар ұнамай жатса, өзіңіздің компьютеріңізге жүктелген суреттерден фон қоюыңызға болады. Очистить фрейм, яғни бұл жердегі сіз мына тақтаны жазған дүниеңізді очистить фрейм дегенді басу арқылы тазартып өшіруіңізге болады. Немесе тағы да қосымша мына тақтаңыз толып қалған жағдайда тағы да қосымша тақта қажет болса сізге создать фрейм дегенді басу арқылы тағы да қосымша екінші бет ашуыңызға болады. Және мынау тұрған ручкасы, яғни бұл өзіңізге белгілі, ручкамен жазуыңызға болады. Немесе жазған жаңағы ручкаңызды өшіріп тастауыңызға болады. Неге жазамыз? Жазған дүниемізді өшіргішпен өшіреміз. Неге өте ыңғайлы. Және мынандай бағыттауыш арқылы оқушыға сіз көрсете аласыз. Бағыттауышпен мына жерде деп көрсетіп, бағыттауышты да қолдануыңызға болады. Создать стикер. Бұл жерде сіз оқушыға жаңағы сілтемені жіберсеңіз, оқушы сізге стикермен кері байланыс жасай алады. Мысалы, кері байланыс. Сохранить. Осылай сақтауыңызға болады. Оны өзге әр жерге қоюыңызға болады. Немесе изменить, осы стикеріңізді қайтадан өзгертуге болады. Сохранить. Немесе осы стикердің көшірмесін алуыңызға болады. Немесе удалить деп керек емес болса, қажет емес болса, сіз өшіріп тастайды аласыз. Круг. Мысалы, круг дегенді таңдау арқылы сіз түрлі фигураларды ала аласыз. Тек қана дөңгелек емес, сонымен қатар квадрат, үшбұрыш, ромбик, мынадай пішіндерді қолдануыңызға да болады. Және бұл қолданған пішіндеріңізді өлшемін өзгертуге, үлкейтуге, кішірейтуге, көшірмесін алуға, өшіруге, артына қоясыз бас, переместить назад, переместить на заднюю деген сияқты қолдана аласыз.
бізге қажет емес, сондықтан удалить дейміз. Текст. Мысалға текст жаза аласыз бұл жерге. Текст дегенді таңдасаңыз, бұл жерге текст жазасыз. Мысалға бүгінгі күннің жадын жазып қойсақ, мысалға қандардың розы деп күннің жадын жазып қойыңызға да болады. Түсін өзгертуіңізге болады осы жазған дүниеңіздің. Немесе қай жерге орналастырғыңыз келеді? Ортаға ма? Мына шетіне ма? Немесе мына шетіне ма? Өзіңіз ыңғайыңызға қарай осылай өзгертуіңізге болады. Немесе изменить деп жаңағы жазған шрифттарыңызды өзгертіп, көшірмесін алуға көшіруге де болады. Сол сияқты мына указка. Оқушыға егерде мына бірінші топқа мынау, екінші топқа мынау деп көрсететін болсаңыз, осы указка арқылы көрсетуіңізге болады. Оқушыны топтарға бөлетін болсаңыз, тапсырма берсеңіз, мінекей указканы да пайдалануға болады. Және тағы бір тиімді жері, жаңа айтып өттім, бұл жасаған дүниеңізді сіз оқушыға сілтемемен жібере аласыз. Ол үшін настройки доступа дегенді басу арқылы оқушыға доступ бере аласыз. Доступ ограничен. Мысалға, все, у кого есть ссылка. Кімде сілтеме бар, сол осы тақтамен жұмыс жасай алады. Дегенді басуыңызға да болады. Басуыңыз керек, бұл маңызды. Және мына жерге читатель деген жердің орнына редактор деп аласыз. Және копировать ссылку деп сілтемені көшіріп аласыз. Және көшірген сілтемеңізді сіз оқушының чатына, яғни оқушылардың тобына жібере аласыз. Сөйтіп, бұл тақтамен, онлайн тақтамен жұмыс жасай аламыз. Және оқушы сізге стикермен кері байланыс жасайды. Және де сізге осы сабақ бойынша жауап қайтара алады. Өте ыңғайлы тақта деп ойлаймын. Сабақ барысында қолдануға өте ыңғайлы. Егерде онлайн жұмыс жасасаңыз, мінекей осы Google-дың өнімін пайдалануыңызға болады. Өте тиімді, өте және ыңғайлы. Және бір жақсы жері тегін. Түсінікті деп ойлаймын, ары қарай жұмыс жасау. Міне осы бүгінге.